Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Алматыдан келген қонақтарымызға айтып жатырмын. Енді өзен жағалағанменен өнер жағалағанның өзегі талмас деген, өнер жағалап жүрді негізі байқайды екенбіз. Жалпы Қазекең той жасауға шебер екен. Еңселі елді көрсем елең етем. Әлемде неше түрлі халықтар бар, әрқайсының сәлемі бөлек екен. Соның ішінде ағылшындар hello, goodbye деп өз достарының өзегінен тебеді екен. Орекең здравствуй, привет деп бір-біріне сәлемін береді екен. Ал енді Қазекеңе бұрылайын, Қазекеңнің сәлемі бөлек екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын деген екен. Той берген түркілердің тағдырына, не жетсін шіркін қазағының ән жырына, мен де бір ассалаумағалейкум деп амандасып алайын. Алланың нұры жаусын барлығына. Өздеріңіз байқағандай біріңізге бауыр, біріңізге іні, біріңізге аға, біріңізге дос бола білген әйел мінекей бүгінде осындай ыстық ықыласпен, ыстық күнде мерекеге айналдырған елдің Рамазанның мінекей бүгінгі 40 жас мерейтойы тойы құтты болсын деген ниетте бір Шымкентте болмаған шапалақ соғып тастасаңыздар болады. Елдің Рамазанның мінекей осы күнге жеріп мінекей 40 жасқа тойлап, осы бір керемет кешті жасауына бірден бір себепкен кісілердің бірі әрине Жанжаны Айдана ханымға да бір шапалақ соғып қойсаңыздар жанысаға. Ал енді осы шапалақпен қуанышпен ортамызға шақырайық, қолдайық, қошеметейік, қуаныш иелері, туған күн иелері ортамызда. Керемет. Жайғасаңыздар болады. Күшті еді. Сіздер елдің Рамазанға ризалап тұрғаным, сонау Алматыдан келіп, Шымкенттен туған күн жасап жатсыз. Ой, күшті. Мына кісілер барлығын негіз ойлап отыр. Алматыда істесе болады еді ғой, бір салқын баудың көктерінде отыратын бедек деп те ойлап отырған шығар. Бірақ енді біздің ыстық ықыласпен осы бір керемет жай күнді мерекеге айналдырған елдің Рамазанның 40 жасы. Негізі енді қазақ әрбір жасқа, әрбір сөзге мән берген ғой енді. Әрбір сөздің мінекей құны бар. 30 деген жас 2 сөзден құралған деп жатады. Оттай ызылдап тұрған жас дейді. 40 деген 2 сөзден құралған дейді. Қырдың ығына қарай кетіп бара жатқан жас деп жатады. 50 деген елдің алашық есеп беретін жас десе, 60 деген 2 сөзден тоже құралған екен. Ал деп пысылдап отырып шәй-шәйтін жас деп жатады. Сол себептен бүгін мінекей осы 40 жасыңыз мерекеңіз құтты болсын. 50 жасыңызда да болсын мінекей жүріп, бір қалмай мінекей тойлап отырсын қатарыңызда. Ал енді мақтанайымыздар қуанышпен ортамызда тұрған кезде айта кететін жағдай, кеш қонақтарына байқасаңыздар, жоғары жақта күшті керемет сыйлықтар дайындалған. Бүгін атсалыссаңыздар, бүгін көңілді болсаңыздар, позитивный, активный болсаңыздар, сыйлықтың барлығын сіздерге таратамыз. Бізде бүгін главный приз бар. 2 адамға 5 жұлдызды қонақ үйге 10 күндік путевка бар. Сирия емес. Дубайға путевкамыз бар. Егер бүгін ұтып алатын болсаңыздар, 2072 жылы барып қайтасыздар. Күліп жүріңіздер, күлгі өмір жылдатын біріп жүріңіздер. Жомаршыңыздар, керемет кешіміздің қадірі қонақтар күтуге сіздерге рұқсат. Жастар банда өтет келер, бұл жастар
келіп жатсыздар. Иә, ол кісілер кешіккен жоқ, біз сәл ерте бастап қойған сияқтымыз. Енді мінекей әлде осы мінекей қонақтарымыз той төріне еніп жатыр. Жайғасып алыңыздар. Біз енді мінекей осы бір керемет кешті қатарымыз түгендегенше, қонақтарымыз мінекей дастархан төрінен орын алғанша, мен бір өзімнің жанымнан шыққан бір керемет әнім бар еді. Гитарамның құрметіне бір ән шығарсам ба деп жүрген кезде бір шығып қалған әндердің бірі «Гитарам менің» деген әнді осы бір қонақтарымыз жайғасып болғанша бір өздеріңізге тарту етейін. Астанып сусында әндетіп отырыңыздар. Кеттіңізше. Әрине, осы бір мерекені жақтыки басқаруға дайын ба? Кеттік. Өзімнің сөзім, өзімнің әні. Жайғасып алыңыздар. Гитарам менің қолымда, жазамын өмір жолында, жүректі тербейтін, көңілде өлмейтін, достарың бәрі жанымда, достарың бәрі жанымда. Гитарам менің, бар сырымды тыңдайды сені. Гитарам менің, себеді шырмен әндердің лебін. Аспапқа мойын бұрғанда, сауықпен сайран құрғанда, жүректе сөнбейді мұң, көңілде өрлейді мұң, достарым мен деп тұрғанда. Әнімді айтам үн барда, гитарам менің, бар сырымды тыңдайды сені. Гитарам менің, себеді шырмен әндердің лебін. Гитарам менің, бар мұңымды тыңдайды сені. Гитарам менің, күй тамағым менің, себеді шырмен әндердің лебін. Гитарам менің, бар сырымды тыңдайды сені. Гитарам менің, себеді шырмен әндердің лебін. Рахмет. Кеттік шапалақта. Әрине, қатарымызға келген қонақтарымызға қош келдіңіздер деген ниеттеміз. Біз қазір бастадық. Жалпы енді қымбатты телевизиялар, жаңа айтып өттім ғой, бүгін кешке соны біршама сыйлықтарды алып, келген қонақтарымыз бір активный болсын, қатысып отырсын, мінекей көңілді болсын, есте қалсын деген ниетте енді осы бір мерекелік кеш жасап жатыр. Сол себептен және де айтып кететін жағдай, кеш барысында қонақтарымыздың баршасының құрметіне қазақ эстрадасының жаңа жұлдызы Қайрат Нұртас, Төреғали Төрәлі, Әбдіжаппар Әлқожаның әндерін қойып береміз. Шын керемет би болады, сол кезде атсалысып отырыңыздар деген ниеттеміз. Қалай мінекей осылай сусындап отырыңыздар. Мен енді сыйлықтардың қатарына бір жақындап келген қонақтарымыздың құрметіне бір күшті керемет сыйлықты кешіміздің басында тарту етіп қойсам деген ниетте болып тұрмын. Қолыма түскен сыйлық осы болды. Күшті бір қыз келіншектерге немесе үйге қажетті дүние секілді. Осы бір сыйлықты келген қонағымыздың біріне жайдан жай бере салғым келіп тұр. Бұны алудың жолы өте оңай.
қазір қымбатхан мырзалар, көңіл күйлеріңіз қалай деп сұраған кезде ең күшті шапалақ ұрған, ең күшті көңіл күй көрсеткен қонағымызға жайдан жай бере салады. Сол сияқты дайын болып отырыңыздар. Бүгінгі Елнұр мырзаның 40 жас мерекелік мерейлі тойындағы барша қадірлі қонақтар, мәдениеті жоғары мәртебелі меймандар, көңіл күйлеріңіз қалай? Барлығы шапалақ ұрып отырсыз, бақлашқырмадыңыз, маған қап дейді. Иә, мен ұрайын деп отырма деп қорқып кеттім. Бірақ енді шапалақ соғылды, бірақ ішіндегі орнынан тұрған бірен саран қонақтарымыз болды. Тұрсам бекен, тұрмасам бекен дегенде қонақтарымыз болды, бірақ енді байқап қалдым, мына кісі қатты орнынан тұрып шын ниетпен шапалақ ұрған сияқты осы кісіні. Шақырайық отырып келіңіз. Иә, келіп отырыңыз. Енді бұндай кісілер біз қастерлеп, аялап, құрметтеуіміз керек. Бұл кісі сондай пунктуальный қонақтардың бірі. Есіңіз кім? Аяулым. Аяулым ханым кім боласыз? Достары. Кім? Елнұрдың достарының, келіншегінің подругасы. Жарайды. Аяулымнан өзіңізге подарка. Бүгін кеште бір күшті көңіл күйіңіз бар екен. Бағана деп қиналып отыр бұл кісі. Мына жерде кісілердің барлығы кондердің қасында істеу керек екен туған күнді. Сол себепті жайғаса берсеңіз болады. Әрине бүгін кешіміздің ең алғаш сыйлық Аяулым ханымда кетті. Құтты болсын. Мен былай жасайыншы, салтан сарайымызға мейрамхананың өзі екіге бөліп қойып тұр ғой, біздің оң қанат және сол қанат болып. Елнұр мырзадан сұрайыншы, Елнұр мырза, сіздің командаңыз қай жақ болсын? Сіздің команда оң жақ па? Сол жақ па? Мына жақ болсын ба? Елнұр мырзаның командасы болдыңыздар. Иә, сіздер тендердан ұтып алдыңыздар. Бүгінгі қуаныш иесінің командасы Елнұр мырзаның командасы. Көңіл күй қалай? Жайғасып алыңыз. Иә, соответственно, сол қанат. Айдана ханымның командасы! Экранға назар аударамыз. Екі команданың арасындағы бүгінгі бір бәсеке бар жерде сапа бар дейді, бір сапалы кеш болсын. Экран бетіне назар аударамыз. Қазір қазақтың күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сөздерді жасырамыз. Яғни суретке қарап отырып, қандай сөз есіңізге түседі, қолдарыңыз көтере беріңіздер. Ортаға шақырамыз, арнайы сыйлық ұсынатын боламыз. Міне мына бетте тұрып ала салайын, мен де көріп тұрайын. Көрінбей ма? Стол бері қарасаңыз шығару керек негізі. Иә? Қазақша сыйлық дейді. Дайын болыңыздар, бір сыйлықтан беріп отырамыз. Кеттігенше. Мынау қазақша қазір қолданыстағы қандай сөз деп ойлайсыздар? Айқайлап болу керек ғой. Ака кезеңші. Қол көтергенсің, айқайлап көтергенсің. Қандай? Тұмар? Текпе кеткен уақыт-ай. Қандай дейді? Көз монша. Біз бұны не үшін тағамыз? Тұмар тағамыз. Не үшін деген жоқ, не үшін тағамыз? Ой, көз емес ғой, шабар қойыңыздар. Мен білуімше, сіздің қандасыңыз, иә? Бұл кісіде ең бірінші келген. Менмен бірге костюммен жерде қысыңдар. Осы кісі келіп тұр ғой. Бетекші, Гүлнұрхан сізге бірінші сыйлық, кез келген сыйлық таңдағаныңызшы. Сонау Алматыдан келіп Шымкенттен бір осы подарканы алып кеттім дейтіндей бір подарка. Мыналар 5 мыңнан беремін. Мынаны 3 мыңнан беремін. Түн анаңызшы. Осы ма? Қанағат деген көрдіңіз ба? Қанағат жол екен, дәпкем. Әпке кетпеңіз онда. Бір сұрақ қоям, дұрыс жауап берсеңіз, тағы бір сыйлық алып кетесіз. Иә? Жоқ, ешқандай ұят жоқ. Просто объективно болсын жаңағы. Сұрақ. Сиырға 5 жылдан кейін не болады? Сиырға 5 жылдан кейін не болады? 5 жылдан кейін не болады ма? Сиырға 5 жылдан кейін не болады? Соғым дейді, кім айтты? Дұрыс емес. Қандай еді? Одан басқа сұрақ. Одан басқа деген не?
Сиырға 5 жылдан кейін не болады да? Сойып тастайды. Рахмет, көбірек келсін шамаланып қойыңыздар. Айтып жатыр ғой, мына жерде сиырға 5 жылдан кейін 6 жыл болады. Кеттік. Келесі. Мына суретке қарап отырып, қандай қазақтың сленг сөзі есіңізге түсіп, келіңіз, жүгіріп келіңіз, қандай сөз? Нан ұрсын дейді. Шамалап қойыңыздар, дұрыс па? Нан ұрсын дейді, дұрыс екен. Дұрыс вариантында шығарып отырыңыздар, біз үлгеріп отырайық. Есіңіз кім? Зейнеп. Зейнеп кім боласыз қойға? Білмейді ғой мына кісі. Бөлесінің келіншегі. Келін дей ма сонда? Болды. Нан ұрсын деп тапты. Келінге бір керек емес пакет жоқ деп. Бөлен үшін өлең дейді. Қазір ол мақал өзгерген. Бөле мен үшін төле. Жаңа сөйлеңіз. Келесі. Ешқандай балдарға айтылатын сөз ол дейді менің ойымша. Так, айтасыз ба? Келсеңізші. Келіңіз. Стоп. Аузыңды жауып тамақ жеп. Аузың жауып тамағың жеп дейді. Сөйтейік, ауыз жауып тамақ жеп. Кім боласыз, есіңіз кім? Достары. Дамира. Досының келіншегі. Ең өлімші. Жаңа сөз болады. Все, кеттік. Пока екіде бір болып тұру дейді. Кеттік, келесі. Мынау қандай сөз деп ойлайсыздар? Болма, қай жақ қатты шулай, сол жақтан сұрайық. Шулалар осы кісілер алды. Так, есіңіз кім? Нұргүл, қандай сөз? Базар жоқ, шамалар қойыңыздар. Базар жоқ деген сөз үшін не берсек болады? Сізге не керек? Сметана бар екен мына жерде, майонез, кетчуп. Мына да сыйлықты өзіңізге тапып өтейін. Нұргүліне. Все, есеп 2-де 2. 2-де 2. Сіз жақтан 2 өтапты, бұл жақтан 2 өтапты. Соңғы бір сөз жасырайық. Осындай бір сөз бар енді. Қандай сөз деп ойлайсыздар? Күнделікті тұрмыста қолданылып жүрген сөздердің бірі. Келіңіз! Келсеңізші! Бар ма? Кім біледі? Соғой! Все, стоп. Қандай сөз? Мен ойымша атаң басы. Біліп Атаң басы деген сөз екен, біліп тұр. Енді айтуға ұялды, бұл кісі ұялып сонымен өзім қинап шығардым. Дұрыс, атаңның басы деген сөз. Танысайық, есіңіз кім? Жанар, кім боласыз? Құрдас. Достар. Все, Жанар, бір подарок өзіңізге. Құрдастар осындай берді келеді, жаңағы. Есеп 3-те 2. Көреміз ба? Мүмкіндік бар. Аламыз ба? Келесі. Жаңа успешный человекті бізде қалай айтады? Успешный адамды бала-шағамен салыстырмалы түрде қандай? Келіңіз! Келіңіз тұрағаныз. Так, су и фа. Кім оқады, сол жауап береді. Өлі, оны не ашықтыңыз? Сіздің вариантыңыз? Жүктің баласы всегда у нас успешный.
жұрттың баласы. Жақсы, сізде жолдастардың жолдасының жолдасы. Жақсы, жолдастардың жолдасының жолдасына қандай подарок беріп қоясыз сөзге? Есіңізді? Әйгерім ауырады, қай жерің деген жүрегім десе. Енді қағыларымызға жалпы енді күннің кешке мінеке арналған сіздерге арналған сессиялар кеш барысында табыстап отыратын боламыз. Атсалысып отырыңыздар, керемет. Бүгін енді мінеке Елнұр мырзаның абыройына қалап осындағы барша мінеке қонақтарымыз келмек ақтілігін арқалап келді. Сол себептен мінеке бүгін кеште ешкімнің атын атамаймыз, тісін тістемейміз. Жалпы мінеке туысқандық немесе достық дәрежесін айтамыз. Ортаға келіп тілек ақтара берсеңіздер, қуанышымыздың ең алғашқы тілек тізгінінің кезегі барша туған туыстарға тиесілі. Осыдан мінеке Елнұр мырзаның атпалазы бар, ағасы бар, және мінеке осыдан туысқан барша мінеке бауыр бар. Баршалары да осы қатарда көрінсе деген ниетте сахнада өнер келсеңіздер, қуанышқа тілек ақтарып берсеңіздер, барша қош келіп жатсыздар. Арнайы да қуанышымызға тілек білдіріп өтіңізге рұқсат болса, жол өткен жазылған ағаларымыздан келіңіз. Құрметті бүгінгі тойға жиналған көпшілік қауым, той-кешқандар құтты болсын. Бүгінгі бәріміздің басымызды қосып отырған себептері қайным ғой. Мырзағалиев бүгінгі қырғасын құтты болсын. Құдай қаласа дені сау, өмір ұзақ болып, өсіріп отырған ұлдарының қыздарын көре беріңдер. Әрқашанда дастархандағы тек қана жақсылықтар жайылсын. Баршамызға той құтты болсын. Кіршексіз көңіл, қайғысыз өмір, әппақ адалдық әрқашанда амандық дем. Достарының алды болма көз тиеді, жоғы болма сөз тиеді демекші, ортасы болып жайлап жүре беріңдер. Тойды құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, келген аяқтарыңызға білдірсін. Барлық бүгінгі жасыр болсын, деніңіз сау болсын, айдана екіге бақытты болсын, қолдарын қысырын көріңдер. Отызда ортақ қамал болсын, қол болсын, отбасына амандық, байлық, денсаулық, қуаныш тойымызға қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Не деймін, Елнұр, бүгінгі 40 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Әрдайым біздің ортамызда ойнап жүре беріп, айдана екеуің бақытты болыңдар. Көп сөйлеймін деп дайындалып келгенде жырды оқыдым. Не деймін, аға деген осындай болсын, мен ағамен мақтанамын. Аман болып, өсіп отырған ұлының қызығын көр, тек қана үйінде тек қана той болсын, біз тек қана бауырлар тойда кездесейік. Бар бол, бай бол, бақытты бол. Және сол келесі. Аюлаға, әдәлші, ағат қарызың құтты болсын, дені сау болсын, достарымыз арада күлігініп жүрмеңіз. Барша ағай туысқандарға, кластарға рахмет, атсалысып келіп, тұрмау жүрден. Дені сау болсын,
Direkt kommt bitte. Ciao. Kriegt ihr Foto? Wir schauen Chancen, was alle gesagt. Einmal Massages. Kaptan görüşürüz. Sizi razı. Bakın zaten yaşamakta başlarında жалпы арасында көзден жас шығып кетіп жатыр. Енді ғалымдардың зерттеуі бойынша адамның көзінен екі жағдайда жас шығады дейді. Біріншісі, ол адам қатты қуанған сәтінде өзі байқамай қалып көзінен жас шығып кетіп жатады. Екінші жағдай, көзіне бір нәрсе түсіп кетеді дейді. Сол көзден жас шықса әрдайым қуаныштан шықсын дегенге білдіремін. Президентті суретке түсіп алсаңыздар жарасады. Бүгінгі кешіміздің ең алғашқы бейнесін рәсімдеп берсеңіздер, жаңағыдай Келбетті өздеріңіздің форметтеріңізді жолдаймыз. Бір бой жазып бір билеп алсақ болады. Бүгін кешіміздің мәні де, сәні де ән мен би. Ал, деген, система табыстап қойыңыздар. Ниет қасы. Баршаңыз ортаға келген биге шақырамыз ертеңгеше. Көңіл көтеріп тұрсаңдар болады, бір кім ортаға шықсаңыздар болады. Бүгін кешіміздің ең алғашқы бейнесін.
808 номерлі автокөліктің иесі болса, сыртқа шығып беруіңізді сұрап тұрмыз. 808 Land Cruiser. Бұл кісілерді біліп тұр ғой, бізде тек қана Land Cruiser, Volkswagen'дермен келген біліп тұр ғой, біздің қонақтарымыз. Сосын біздерге бірден сұрап жатыр. Енді қадірлі мырзалар, жалпы енді сыйлықтардың бір шамасын және өздеріңізге бұйыртып қатып етіп қойсам деген ниетте болып тұрмын. Бағана негізі айтқаныңыз дұрыс екен, мына жақта тұру керек екен сыйлықтар. Сол енді. Мынау жаңа енді байқағандарыңыздай екі жақта үш болып қалды ғой деймін жалпы кейін. Ал жеңісі тесіп қалды ал жеңісі. Қатарымызда бір адамның ортаға шығаратын боламыз. Яғни қатарымызда сол күнге берілген тапсырма бойынша қонақтарымыз болатын болса, ойынның аты бір адам. Екісі жайғасывасын, екісі отырмасын. Все, ойынның аты бір адам. Назар саламыз экран бетіне, қандай тапсырма болады, қолдарыңыз көтеріп ортаға шықсаңыздар, сыйлық ұсынамыз. Все, болды, кетті. Ерте келген қонақ дейді, оны мен білем кім екенін. Оның бүгін вообще оқысы бос емес, кеттік келесі. Кеттік. Жүрші, сіздің алдыңызда келген. Жүгіріп келген бір адам, адамға подарка. Любой, жүгіріп келген ортаға. Бала жүгіріп келген бір адамға подарка. Жүгіріп келген. Бірінші ма? Ай, қуанып келген. Ой, қоныш жағын. Алейкум ассалам, қалайсыз? Жақсы ма жағдайыңыз? Күшті ма? Пар зор болғаныр ма? Салым жетті. Пар зор болғаныр, ана жерде өзі пар. Пардан шығып қарай өтіп тұрыңыздар. Все, жүгіріп келген бір адам деді, бір подаркаңыз бар. Айтсайшы, есіміңіз кім? Мадияр. Бәке, сіз осы жерде тұрыңыз, қазір главный приз кім кететін не қылатын боламыз. Тұра беріңіз осы жерде кел. Аяқ ыстық, осы жерде тұра беріңіз. Осы жерде. Кеттік, келесі тапсырма. Причесываться ең әдемі бір еркек. Причесываться әдемі ең еркек. Сәбит. Прическасы зор. Бір еркек. Сәке кеңіз. Кеңіз. Шабала. Ваши дома аплодисменты. Самая красивая прическа. У нас сегодня вечер. Все, келіңіз сәке. Несі бар? Жоқ деп прическа. Все, кеттік. Келесі. Банк шотында ақшасы көп қонақ. Бізге қазір спонсор кімде ең банк шотында ең көп ақшасы бар? Осы ма арамызда қай? Ол кісіге көрсетуге болмайды просто. Налоговый өткенде кіріп шыққан ол кісілерге. Сіздің ақшаңыз санап жүр екен ше мынау.
Ya sizin canınızda otur diyeyim bu da ne? Жақындап жаңағыдай ақшасы көп дейді. Сіз келсеңізші. Сіз үшін ғой? Сіз келсеңізші, сіз үшін келсеңіз, иә. Ана саударады сізге сол. Иә, ана саударады. Все, үш кісі бар. Келесі тапсырма бойынша қонамыз. Билейтін бір адам дейді, қыздардан бар шығар енді бір билейтін. Кім билеп келетін? Сіз ба? Все, билеп келіңіздер. Сендік, билейді екен, дайын болыңыздар, кетіп келесі тапсырма. Ысқыра алатын бір әйел. Сіз ғой, иә. Қырқай қандырый мазалар, эксклюзивный жаңалық. Иә, кеше ғана ысқырудан әлем чемпионатында бірінші орын алған. Кім еді бұл кісі? Нұргүл еді ғой, Нұргүл бір ысқырып көрсетеміз. 86-лардың сыртын сұрағатырмыз. 86-лардың сыртын не сұраған деген? Микрофон керек емес, ол кісіге? 86-лар шығыңдар! Сұрақтан кейін. Кеттік, келесі. Өзге тілде сөйлей алатын бір адам керек бізге. Өзге тілде сөйлей алатын бір адам. Өзбекше болса да, қырғызша болса да, сіз ба? Кесекші. Күшті тамақ жауап береміз. Кәріше сөйлейтін сияқты болып келеді. Мына сен қарасаң бір ұйғырша алатын сияқты. Күрдіше. Күрдіш мәсәт кейін. Ақылы. Оқтап отқан жоқ па? Қойды ма? Жоқ, тойықтос деп отқан. Тойықтос деген. Сондай. Сіздің тілі қандай тіл? Ана тіліңіз? Кәріс тілі ме? Қырсымейді. Саған кеп дегенде кәз кет. 안녕하세요. 얘는 생일 축하합니다. 많이 좀 көрдіңіз ба? Елдің айнана ақшаны қашан қайтарасыңдар дейді. Өткенде алып едіңдер, маны деген сөз естіп қалдыңдар, так? 다른 사람은 여기다 지금 일놀 Бұра берсеңші, ешкім түсініп отқан жоқ? Я, қиналып жатсың. 일놀 아이다나 생일 축하합니다. 다른 사람 여기 있어요. 많이 돈 Айттым ғой, тағы мани деп жатыр жаңағы. Жөндеп ақша қалыса бір нәрсе, так? әрше money деген көп ақша, байлық тілеймін. Айттым ғой, ақша туралы бір нәрсе айтпадым ба жаңағы, көп ақша бір нәрсе. Жақсы, есіміңіз кім? Мақпал. Мақпал, сіз кәріс тілінен сауап білесіз бе? Қалай сонда? Қалай білесіз? Кореяда 15 жыл болып келген. Сондай? 5 жыл. Айта берсек, 15 жыл кім бар? Все. Енді келген кісілердің барлығы бізде 3 әпкем бар, 3 ағам бар. Все. Сіздерге бұл тапсырмай просто ортаға шығарып алу керек болды енді. Кім шығады деп тұрсам ешкім шықпайды ғой енді. Сол себепті таныс болайық. Мадияр аға, Мақсат аға, Бауыржан, Гүлнұр, Нұргүл. Екеуміз күшті. Гүлнұр, Нұргүл. Мақпал, все. Қазір сан бойынша сіздерге тапсырма береміз. Сол кез келген өзіңізге жаныңызға ұнаған санды таңдайсыздар. Соның ішінде берілген музыкаға ерекше қылып билеп берсеңіздер, біздің атымыздан, елдің атынан сіздерге iPhone 17 Pro Max. Иә, болады, иә? Лайк болса, бізде ең бірінші Мадияр аға, жыртат шегіз қалаңыздар бар. Бізге сан ашып беріңіз. Санның ішіндегі музыкаға соған келтіріп, сол стильде ортада билеп берсе болғаны. Ең күшті, сіздер дауыс бересіздер, ең күшті билеген кісіге арнайы біздің сыйлығымыз, ең главный призымыз келеді.
бізде мінекей барынша созып тұрған түрін тапсырма эконометіне шығып қалатын шығар деген ойда тұрмын. Иә, әлі де болса іздеп жатқан секілді. Иә, газ келеді. Кеп қалды. Сәл қалды. Бір деген ба? Бір таңдайсыз ба? Жоқ, олсын, бір таңдамайды сияқты. Ұйықтапаған жоқ ба? Банан көбіне сылақта жемесі ше? Сәке уайымдамаңыз. Ояу. Қазір ақылдасып келеді сол. Все, майор, қай сан таңдайсыз? 7. Киелі сан 7. Ортаға шақырамыз келіңіз. 7-де бізде қазақша көрмаған. Кеттің ендеше, музыка. Ешкім қолта болған жоқ ше. Бір қадам нақсырғанда шапалақ ұрып отыр сізге. Қойш? Өзі жоқ әңгілемейсіз ана жігіт соғыс қолдап отыр екен. Все, бөлеңіз ба? Бөлесіне шапалақ. Шапалақ қойыңыздар майор мырза. Көңіл кешке бірге атсалысып отыр. Қай сан таңдайсыз? 4 санында бізде қандай музыка болуы мүмкін? Ковбой! Ковбой ретінде ортаға шығу керексіз кеттің ендеше. Бар ма? Музыкаларыңыз айтайын ба, айтпайын ба деп жатыр ғой. Так, кульминационный момент. Ағам қандай нөмір таңдайды екен? Немесе қыздар барып қайтайын ба? Жаман ақылға барып қайтсын қыздарға беріңіздер. Иә, арамызда жалғыз кәріс болып келді. Мақпал ханым қандай сан таңдайды екен? 3. Иә, 3. Диско. Қай диско екен бұл? Диско 80 екен? Диско, индийский. Бақпайсам сығар қарай. Шапала! Қошымен! Просто ойлап қалмаңыздар енді, бұл кісі Индияда болмаған, Кореяда болған основном, Кореяда болған бұл кісі біраз. Мүмкін жейін, сіз ма? Жеңген осындай кезде сыйлап боласыңдар, қанша? 6. Бізде қандай тапсырма, қандай би? Қандай дейді? Латина! Вау, это ваш стиль, мне кажется. Все, дай ба? Да, кеттік ендеше. Негізі биге қарағанда жүрісіңіз ұқсады ше, латинаға. Жүрісіңіз ұқсады. Би енді өзінше. Әлде болсын сізіңіз 8 деді? 8 дейді ғой. 8 жастар сізге болады дейді. Байқайық, қолдан отырайық, қошеметтеп отырайық. Кеттік ендеше. Қазіргі жастар. Екі мың 8-ден биылы осындайға билейді олар қазір. Сіздің кездегі вообще басқа. Әлиз ханым бар ғой, 15 жыл өмір сүріп келді ма қанша? 5 жыл.
Biz birlerine birge ömür sürüşürdür, tuğulanlar birlerine. Bana Kurdinskin ölemesi öldüredi. Kürdülürдің өлеңі қандай болады ол сізде? Kürdülürдің өлеңі қанша деген алды жаңшырмаған. Kürdülürдің жаман болып отыр дейді. Ой, білсің, андай жастар тілі чөтке болып тұр. Я бір ханымның биігін түсінде көрді екен. Bir rock-and-roll. Білесіз бе? Енді мүмкіндік. Менің биім онша болмай қалды. Қазір ұталмай қалуым мүмкін деген кісілер болса, қалған цифр бойынша таңдасаңыздар, және де бір мүмкіндік беруге болады. Немесе осы күйі қалсын десеңіздер, ол да болады. Сіз жоқ келіспейтін сияқтысыз, бір нөмір таңдасаңызшы. Жастарды болмай қалған сияқты, Kurdinskin жоқ па şimdi? Kurdinskin жоғы жүрді, Kurdinskin болды. Болды ма? Көресіз ба? Сіз ұмытып қалды негіз сіздікінше? Басында ғана. Мен қыматуарымыздар, дауыс беріп тастайық. Өзіңізді біліп тұрсыздар енді, кімнің бір жеңіске жетіп, кімнің бір сәл бір кешеуілдеп қалғанын да байқап тұрған секілдісіздер. Ең бірінші болып Мадияр ағамызға бір шапалақ соқтасаңыздар. Сөйтейік, сол. Былай қарай деп адыр ғой жаңағы. Круто поверните направо дейді жаңағы. Мадияр ағамызға осы бір подаркын беріп жайғастырсақ болады. Мінекей түркі кеште бір естелік болып қалсын. Және Мақсат ағамызға шапалақтарыңыз. Так, стоп. Пока тұра тұрыңыз. Шапалағыңыз өте күшті болып тұр. Бауыржан ағамызға ұшы өтіріңіз. Рахмет. Жаңа Бауыржан ағам подарок сәттен. Kurdinskin. Естелік біздің қуаныштан. Пока басылаға тұратырымыз. Қошеметтеріңізбен Гүлнұр ханым! Рахмет. Пока екеуіңіз нөбетке тұратырыңыздар. Сіздік соңында. Мақпал! Сіз өз кімгесіз? Шыныңызды айтыңызшы? Бәріне ұрып атсыздар. Не ғой? Сіздер Ташкентте өткен жоқсыздар ма? Бөлініп алыпсыздар. Осы жақтың ғой, сіздер ойларыңыз ғой? Үйде сөйтіп келіскердіңдер ма, сіз отамызды? Да, вообще күшті. И, конечно же, ваши бурные аплодисменты Нұргүл ханым! Все. Спасибо большое. Мақсат ағама бір керемет шансоруш. Сіз жаңа да алмай болмасыз бар ғой? Жаңа да алмай болмасыз бар. Алсаңызшы. Жеңгеңізге дейсің көз алдыда. Не қылатсыз? Қосаңызшы. Әй, кім білді ғой? Мақталға не берем? Мақталға не берем, ба? Кәреге деп ата бұл жаңа. Дұрыстап берейді ма? Ертең күннің туған күні келді деп айтып жүреміз. Оны бейді бұл кімдерге ана ғой. Өткен ана кімдер тойға $1000 алып келді ғой соларға. Мақтал осыны берген. Мақтал деген сөз таңдады. Рахмет, жаңасаңыз болады. Қош келесіздер, жауапшыңыздар. Жеңгеңіз өзі таңдамасыншы? Бетекші, жеңгемізге Philips компаниясының атынан бүгінгі кешке арнайылап алып келген пешка арнайы бүгінгі кешіміздің қонағы Нұргүл жеңге!
Bravo edi. Qutlug olsun. Ya, sizga de nesi var? Bundan akıllısanız rahmet bizga bo'ladi o'zi. Ya, Xudoyimizdan endi quvonchli kechimizning boshlangan mehmonlardan bugun kech qutlu bo'lsin. Және meniki o'rtamizga atsalsatgan qonaqlarimizga albatta bildiramiz. Bugun kechimizda barada narada bo'lib ыстық ko'ngil bilan ыстық жүректе сондай meniki o'yinlardan ko'rsatib o'tgan qonaqlarimizga albatta bildiramiz. Және meniki maqsadlarimizga quvonchimizga және bir tek кезегін bildirетін qonaqlarimiz ортаға шығарылғанды жүйесін тұрмын. Рұқсат болса біздің meniki Елнұр мырзаның өмірлік достары, жолдастары бүгін кешке бірге атбасын құрып келген екен. Атталмап түсінкілмет деп қалмаңыздар. Барша meniki достар, жора жолдастар келіңіздер. Класстастар одан кейін деп жатыр. Келіңіздер. Достар, жолдастар Ауыл жақты алып, сөздер айтсам шамалап, еркек қыз ғой бұл сөздерім аманат. Ей, мынау мен тағам, мынау мен шарабат, бұлар менің достарым, сан жүрегіне самат. Ауыл жақты алып, сөздер айтсам шамалап, еркек қыз ғой барлық сөзім аманат. Қара қалпақ туған жер, айналайын кіндік қаным тамған жер. Қара қалпақ туған жер, Рахмет. Ойлап қалды ғой енді, күрді дегеннен кейін Күрдістаннан келіп қалып деп ойлағанша енді Қарағандыстанның кереметі өздеріңізге ұсыным ба. Рұқсат болса енді тек кезеген бастайтын арамызда қариямыз, қонақтарымыз келіңіздер. Алматыдан келген достар бар, келіңіздер. Алматыдан келген достар бар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Ал елдің досын Айдана бүгінгі елдің досын туған күні құтты болсын. Енемен бастысы денсаулық, отбасыңа бақыт, өсіп отқан ұлдың артынан ере берсін. Тек қана қуаныш бақытын, дастархан қуаныштан жайыла берсін. Тойлар бола берсін. Екеуің қол ұстасып ала берген жасынан жетеліңдер. Құтты болсын туған. Сәл бауға келсеңізші, жақындап өндіріп бір тілек айтып. Достарымыз біздің Шымкенттегі төртеу келіп бір дос сөзді біз өзіміз осы айтып жүрміз күніге. Сәл мені Ассалаумағалейкум, жиналған болып әйелі досым, өнерген қарастар, қартайып басқардан үйінде қара жастар құтты болсын. Ол өздер отқан олардың қызықшылығын көріп, Құдай қаласа биік шыңдардан көріне берсін, аңсаған армандарға жете беріңдер. Құдай қаласа бір жасқа қартайып, достығымыз мәңгі болсын. Осылай сіз іздесіп, өзіңді жақсы көреміз. Осындай мінезімен, осындай жүректің кеңдігімен сиясы ортаға негізі. Осындай жүректің кеңдігіне сіздігін ажырамай жүре берсін Құдай істемеді. Мысалы, құтты болсын. Елі болсын, бойы болсын. Қырық жастағы өте керемет жас болды. Алла өміріңе береке берсін. Екінен бақытын берсін. Өзінің жүрегін ашса, аузын ашса, жүрегін өнердің жігіт сол қазақтың бір керемет. Кең бейіл, мейірімді, әкейін деп сөйлеп отыр ғой, баласына десем жоқ, ағасының балаларымызды оның бәрі деген ол сенің мейірімділігіңнен де ол екінің бірін әке деп айта алмайды. Өзіміз шыны керек, өзіміздің туған қыздардың өзі зорға айтады. Сол сияқты өте мейірімді жігітсің. Алла тағала осы мейіріміне берсін, пейіліне берсін. Қашанда абыройыңды сақтата берсін. Сіз біздігіміз ажырамай, осылай күліп ойнап жүрейік. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ал елдің болатын, қайырлы берекелі жас бол, той боласың. Тек жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум. Көңіл-күй қалай? Естіп қояйық сәл. Көңіл-күй көтеріп отырайық. Досым, бүгінгі құтты болсын, жасыңа жас қосылсын. Қосадың, қосады, бір жастықта қартайыңдар. Асырап отқан ұл-қыздардың тек қана жақсылығын көріп, екі дүниенің бақытын тілеймін.
Барша өшірге айтылған тілектер періштен құлағына салды. Тек қана биік нөмір болсын. Жақсы келді ортаға. Ең болсын, туған күн құтты болсын. Алла тағала бақытын берсін. Отбасына тек жақсылық, береке тілейік. Сол осының үшін апамыз аман болсын. Ardından da kişilerden ölebilir, her kızılsızlığı bölüsün. Orada görebiliriz, ama olsun. Assalamu alaikum. Koşun halk. Koyuncacın olan. Yeni dostum. Yetim ayrı olarak tanıcağız. Koşunlar. Özümüz jasatımızı şimdi jasat bey ders tırtır. Ama o ömür деген кино дейді ғой. Сол киноның басты актерлары өздеріңіз сол өмірдің жаңағы пайдалы бұл жерде сценарий жоқ, басқа жоқ, өздеріңіз жазасыңдар да өмір қайталау жоқ, білесіңдер. Сондықтан әр басқан қадамдарын, әр сіз жазған істерін жаңағы ойланып болған әр нәрсенің Алла тағала істеп жатқан істерің Алла тағала тергесіңдер. Той-тойға басып, бұл той тоқтап қалмасын, ары қарай баса берсін. Өздеріңіздің достарыңыздың арамызда, өзіңіздің арамызда жүрегі ашық, кең пейіл, өзіңдей болсын, жігіттер. Не дейміз? Досым, қош жиналып болсын. Ассалаумағалейкум, тойшылау. Мынандай азаматқа сөйлемейтін де негізі. Бәрі далаға шығып кетті, қайтып басамыз қойымыз да далаға. Жоқ, жасы жоқ бұлар. Қажекенен бағалайық, қажекенен. Әйелің болсын, туған күн құтты болсын, денің сау болсын. 40-тың енді үшеуін жаса, ары қарай көп болады шығар. Аңырдың атынан ере берсін. Құдай қаласа көтеріп отқан, қазір салмақтан үйіңе кіріп, ол да той бола берсін, тойына той болсын. Баршамызға бақыт тілеймін, барлығымыз үйімізде той болсын, бақытты болайық. Қыздар, келіншектер сіздер қосылған үйде қосыласыңдар ғой қазір. Қос. Ал, бәрі қосылады, жақсы деген. Кезіп, ба? Ал, құрметті бауырлар, достар, бұл жердегі бәрі бөтен емес, бәріміз бір ауылда тайғындай тебісіп өскен азаматтарымыз. Қош келдіңіздер. Менің бала кездегі бірге өскен досымның 40 жас тойында. Ал досым, дедіңіз, бүгінгі келіп жатқан мынау 40 жас мерейтойы құтты болсын. Денің сау, отбасың аман болсын. Үйдегі апамыз аман болсын. Достарың, бауырларың аман болсын. Әулетіңде той болсын, құдай қаласа. Айдана екеуің 40 жаста қартайып, өмірлі шүбір болып, баламыздардың құдай қаласа ере берсіңдер. Негізі досқа айтқан дұғасы қабыл болады деді ғой. Мен күнде таңғажыққа тұрған кезде досыма армандарынан тағы бір ұл қызы ерсеген деп дұға етем, иншалла қабыл болсын. Біз Елнұр екеуміз негізі көршіміз, көбісі білесіздер, көбісі білмейтіндер бар. Осындай кішкентай кезімізден бірге өскенбіз. Досым кәл дегенде Елнұрды көрсетемін да. Қандай жағдай болсын, жағдай болмасын, Елнұр досым менің қасымда постоянно. Нәлдеміз досым, тек қана мен саған жақсылық тілеймін. Өзіме не тілеймін, одан да астым, саған соны тілеймін. Нәлдеміз достығымыз ақырет кешін болсын, құдай қаласа. Не дейміз, осы 40 жас тойлауға жоқ қой. Мен сенің 60 жасың бар, 50 жас, 80, 100 жасыңда осы жерде барлығы осы тойлау нәсіп етсін. Барлықтарыңыз отбасыларыңызда той болсын. Нағылымызда 40-қа толған кеше естіп жатыр ғой, ауылда жүріп. Біраз жігіттер 40 жылдық жасап отыр дейді, жігіттер 40 жылдықтарын құттықтым.
тек қана осындай той жақсылықта жолға беріңіздер, осы сыйластықтарыңнан таймаңдар, бірлік бар жерде тірлік бар. Рзамын 86 жігіттеріне. 86 жігіттер баяғыда көшеге ыстырған кезде жайлап қойып үйге қайта берейік дейді. Осы қысқарттарын шыға берсін жігіттер. Білесіңдер, құрметтеймін өздеріңді. 86 ішінде өткен өзім жалғыз бір адамым бар да. Енді ауылда бір кішкентай әңгіме айтып кетейін енді бұл жерде. Бәріміз енді ауылда боламыз, ауылда пайдада ғой енді. Бұлар құрақ біз жаңағы асарға шақырады, бәрі бармай қоятын балдар болады. Сол жайлап келесің, жалғыз біреуге барасың, сол балдар ренжиді, бәрі бір адам айтса, анауынасың. Үйге келесің, жалғыз қайта сұрайды, нең бар балдар? Ол жалғызсың. Әңгімелер бір жаңағы ауылда қызық қойды. Бәріміз бірге өріс, бірге Құдай қаласа ешкім бөтен емес бұл жерде. Нағыл дейміз, тек қана отбасыларыңызда той болсын, жақсылық болсын. Бізге ендігі жыл 40 жыл, Құдай қаласа 40 жылға шақырамыз, дайындалып жүріңіздер, иншалла. Нағыл дейміз, сосын бұдан да үлкен жақсы жерлерде жүруге лайықтысың сен. Бұдан да мықты жерлерде, мықты достарың бар, Аллаға шүкір, бауырларың бар, сенің бауырларың бар. Сен бақыт жағысың. Қасында айданың бар, арбыр, елі бақыт жан сенесіз болсын. Нағыл дейміз, құрметтеймін досым, сыйлайын өзін жақсы көрем. Өмірге сен әкелген анаңа Алла разы болсын досым. Нағыл дейміз, тек қана осындай жақсылықта жүру керек досым. Аман бол. Жандостардың жаманы болмайды дейді ғой жаңағы. Орысқа да басқаны содан мінекей ағамыздың екен. Енді қандай қыздар қосылыңыз ба? Иә, мен осы жерде бір кісінің атап өткім тұр. Қазақ эстрадасында ойбалар орны бар. Кештің басында мен айтып тұрғанында бәрі жақсы болады әлі деген жаңа әдемі кенші деген әндердің барлығының авторы, осы кісінің әндерін айтып жүріп, Жолдасбек Әбдіханов келіп отыр. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын қаршасы. Жасай беріңіз, өздеріңізге айтып жатқан тілектер қабыл бола берсін, шаңырақтарыңыздан шарқып кетпесін. Жеңгемізбен жұптарыңыз ажырамай бақытты баяннан бір кеше беріңіздер. Риза болдыңа 88-дер, 86-лардың бүгін, 87-дер туғанын құттықтап келіп отыр біздер. 86-лардың баян бір удардан кейін бетін көбейіп кетеміз. Осылай ауыз біршіліктеріңіз ажырамай бір-бірлеріңізде осындай жақсылыққа жайылған дастарханда бас қосып, бір-біріңізге қызмет жасап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Ал енді Ерекеңнің құрметіне бір суретке түсіп, бірге. Шоп! Шоп! Sen kuşatın artık senle, kafayında var.
бойда жыртылып ей қырғай қырық бұлғырық тойған жастарың тындырып той болып өтсін демеші айтатын ертең жыртылып той болып өтсін демеші айтатын ертең жыртылып қырғай Тамаша. Ал бейжан қазақ ауылдың айқайы көшесі. Ауылдың пай
Зовешь меня и гонишь прочь, а я мечтаю и грущу. Скажи, зачем тебя люблю, любимая, стройная, милая, лишь ты одна. Утром нежней и красивее, чем луна, словно весну. Ты мой любимая, даришь любовь, неповторимую музыку грез, сердце звучит она. Хабиби, я мулай, сади хаяли, айшик дали зли, вагила хияли. Хабиби, я мулай, сади хаяли, айшик дали зли, вагила хияли. That's all thing. Yeah, okay. Атамыз күнден жатыр, керексіз. Осыған жайғасып алсаңыздар. Әншінің алдында өзінің әнін айту өте бір сәл қиындау ғой негізі. Мен де бір сонда көрейінші деп тұрмын осы бір әнді орындаушының өзінің алдында айтып беруге. Бірақ енді ән бастамас бұрын бүгінгі кешке арнайы енді болса өздеріңізге осы бір мінекей керемет салтанат сарайымыздың 90 деп таңдаған аспаздарымызға ас дайындатқан болатын. Сол ыстық дайын екен. Арнайы астарыңыз дәмді болсын. Ас кіргізсеңіздер болады. Бас келді, бас артынан ас келді. Астың аясынан екенін тыңдап отырыңыздар. Сырласып қалай бейнемен, арқасындағы бар мұңым, ұқпаймын сені кейде мен, кеудемде соққан тағдырым. Бағынан сорланып келе қоясың, жақсының қашып жанынан, құшақты жаққа жаясың. Бұл махаббатқа таңғаламын, жанымды өртеп лаулаған, ойға жоқ кезде от болып, өзгерер өмір, өзгерер, өзгермесе әр таңым, қинамас мұнша өзгелер, өз жүрегімнен қорқамын, шынарды шыңнан құлатып, адасып жүрміз қалай біз, аяулы жанды жылатып.
жалпы енді достардың құрметіне сол көтерейік деген жерде көтеріп отырсаңыздар болады. Ержан Серікбаев ағамыздың кезіндегі достары бас қосып достар бүгін гүлдердің жапырағында жайнап тұр адастырған алып ұшып көңіл шіркін жанғанда Елнұр командасы, бағана айтқанымыздай, сол ғана Майданы жеңгеннің командасы. Екі жақ қосылып әнді бастайын, қайырмасына келген кезде сіздер жалғап кетіңіздер. Қай жақтың дауысы қатты шығар, сол жақ жеңіске жетіп, бір Дастархан мүмкін сыйлыққа ие болып қалар. Дайын болсаңыздар, мен бастайын, сіздер жалғаңыздар. Persecución para si no volverá más y me pintaba las manos en la cadera azul y más preciso de la vida me levantó y más dicho volar en ese infinito volaré, cantaré репетиция, келесі ән Шәмші Қалдаяқов атамыздың өзіңмен арыстың бойында таныс. Білеміз ғой, сөзін бәрі білеміз, келесі қайырмасын сіздер айтасыздар. Өзіңмен арыстың бойында таныстың, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Сіздер жазы керемет, жақсы. Пока что екі жақ біріне айтып отқан сияқты. Мен ойымша, кеттік. Дос туралы жыр. Іздегенде табылдың қасыңнан, көңілі бар салақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүрейді, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Сіздер
Yerleri var, meyve, tabak yiyiniz, öyle yapmasın da sizler yine ortaca kuvveti. Ya. Tabaktan bağlanızlar ya. Tabaktan bağlanızlar. Şadala, 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 alsa oşun barama. Şadada, 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 alamın ünsüz. Şadada, dağda, dağda, durlanday, bolamda.
соңғы ән осы жерде қазір белгілі болады қай жақ жеңіп кетеді екен, қай жақтың басқа шығып кетеді екен. Сырттағылар қазір жүгіріп келеді. Жасыл жайлау түртіпелем көкілем, ата мекен. Жасыл жайлау түртіпелем көкілем, көкіленге қонайман көкілем, ақтаяқнан сыймады салып, азағымнан алақаны деп білем. Қайда бүйтіп өлең айтып кететіндеріңіз білмей қалдық. Бүйтіп өлең айтып кететіндеріңіз білген кезде сіздер өткендегі қор жарысына шақыратын еді. Едеген дауыс, едеген керемет. Әрине, ән сайысы бүгінгі кештегі Елнұр Залиевна ханымның қуанышындағы барша қонақтардың екі команданың арасындағы мына кісілер уже бірінші орын алды деп тойлап уже стакан соғыстырып жатқан сияқты. дей тұрғанмен бірінші орын өздеріңіз байқағандай әрине ол Елнұрдың командасы емес. Әрине ол Айдананың командасы емес. Мен осы сыйлықтардың ішіне бір ең күштісін кереметін алып, осы бір рухтандырып айтқан, сондай мінекей рухы биік, патриоттық сезімі өте жоғары болған музыкант балаға бергім келеді. Ойна. Ана қалайсыз? Есіңізді? Сағи. 87. 86. Тая жақпалай деп қалдым ғой. Ағаны орындыққа шығып кетіп тұрып, бүйтіп рухтанып айтқаныңыз үшін сізге мадақ беріп кетті. Шамалар қойыңыздар. Несі бар? Бізде енді сыйлықтар бар. Біз енді осы сыйлықтардың бір шамасы қыздарға ыңғайлы дүние екен, ас үйге қажетті дүниелер. Сыйлық алмаған қыздардың ішінен маған ортаға арнайы қасыма қуанышқа атсалысатын қыздар келсе. Сыйлық алмаған қыздар бар ма? Қолды көтерейікші, сыйлық алмаған қыздар. Қайда? Келсеңізші. Жақасыңыз. Сыйлық алмаған. Сіздер тағы шықса болады. Келіңіз. Келіңіз, сыйлық алмаған. Ана просто подаркілер бер жер көрейін, үйге қалдырып кетпейміз соны, сіздерге бер жер деп айтамыз. Алдап шақырдық, мойындайын.
Келіңіздер, тұра беріңіздер. Өте оңай, орнымызда тұрамыз, билетпейміз, жүгіртпейміз. Жылдан автомобильные запчасти. Кез келген автомобильный запчасти айтып тұрсаңыз болды. Все, кеттік. Сіздер жігіттер қайталанды деп айтып отырыңыздар, бірақ айтпаңыздар, иә? Сіздер айтсаңыздар, қазір азанға дейін ойнаймыз. Кеттік. Машинаның қандай запчастьін білесіз? Колодка. Иә, бар ғой, бар, колодка. Мадақсы қойсаңшы. Сіздер. Күйеу запчасти бар деп жатыр. Еще колодка сатады дейді. Сразу колодканы бастадыңыз ба? Сізге? Мотор есть. Педал есть. Насос дедім, молодец. Мына үйінде басқаратын сияқты ма? Солай ма? Капот есть. Баллон болды сөйтіп, уайымдамаңыз, бәрі жылдам жаңағыдай. Кім 3 секунд ойланып қалады, болды, шығып кете береді, иә? Кеттік. Айтқалдан айтпаймыз, басқасын. Тормозной? Сіз тормоздың ояқ бұяғында жүреді екенсіз, колодка, ояқ бұяқ, анау. Все, тормозной, не ол тормозды? Тормоз десеңші ма? Багажник. Сіз что-то қорқып тұрған сияқты. Газ. Аккумулятор. Баллон. Жүре беріңіз, иә? Чехол. Кім? Руль. Басқарады. Айтып қой, екі. Кім айтты? Молодец. Бұдан кейін айтсаңыз өсекші деп айтамыз. Все, кеттік. Келесі? Өсекші. Серік әдемі? Кім серік деген? Серік әдемі дейді. Басқа айтсаңшы, не ол? Бір. Серігі? Слушай, қандай, нелі? Бар дейді? Не ол? Мен білмеймін. Молодец! Аккумулятор айтты ғой. Бір. Екі. 3-ші секунд кеткен кезде батырыңыз қолыңызда. Рахмет. Сиденье. Бардашық. Сигнал. Молодец! Кондиционер. Қиналып тұр ғой бұны. Гранат. Енді қашыңыз. Мына жер подозрительно болып тұр да? Google, ChatGPT-мен отырған сияқты. Все, кеттік. Наконечник. Наконечник, кім айтты? Жүрсеңші. Сөйтек орын ауыстырайық. Наконечник деп айтып, иә? Қандай дейді? Өзі айтсыншы. Багажник. Айтты, бір. Екі. Приклад. Айтсаңыздар, дұрыстап айтсаңыздар болады ғой. Прокладка дейші. Прокладка деп айтшы. Свет. Вот, свет. Колонка. Айтып қой. Колонка. Спидермен. В общем, мынандай ұрыватсыздар. Болды сондай. Ремень айтылды. Айтып қойды. Бір. Екі. Күш. Молодец. ГАЗ-53 деген сияқты. Ключ. Тормоз. Айтып қой, тормоз. Ана кісі, нарына кісі. Онда. Не істеп жатсыз? Қамыр жайып жатсыз ба? Не қылып жатсыз оны? Бітпей ме оны? Үш. Жолдасқа кетіп жатсам керек. Әдемі кетші, әдемі жолмен әдемі. Жолдасқа кетіп. Мотор. Айтпа. Датчик? Кім датчик? Енді қандай датчик? Не знаю. Ну, датчик дейді, датчик. Ей, не қыдырсыңызшы. Сіз барамын мен әрекет жатсыз ба? Жеңген қойыңызшы, өзі айтқанды тиіспейікші. Қойыңызды. Қойыңызды. Айтылды, бір. Екі. Колонка де бәрі айтылды. Мотор да айтылды. Бала. Все,
Бардачок емес, бардачок. Айтылды. Анаңсыз, сіз вообще төбелеске дайын екенсіз бар вообще. Он күйеуі сатады ғой деді жаңа запчасть. Енді нақсыға тиісіп тұрсыз ба? Кетіп қой, нақсыға. Молодец, не болды? Бензин құямыз. Бензин. Вот, бақ тәк батыр. Глушитель, молодец. Еске түсірейік. Подаркқа бәрі жақындады ол жоқта. Подаркқа бәрі жақындады. Кеткісі кеп тұра деймін. Естейші өз біледі. Қандай бар ма? Бәрі Молодец, Қандай көшесі тұрақтайды бар. Аптечка? Полник? Градусник? Машинада градусник сақпағастар ма? Жарайды, күннің температурасын көрген ғой бүгін енді. 56 көрсеткен бір нәрсе. Бар. Сайт машинасы бәрі бар. Иә, айта беріңіз. Үйде, кухняда не бар, соны айта берсеңізші. Астыңғы бар машинаға бәрі. Капот айтылды, ма? Айтылмады. Айтып қойды! Бір. Колонка, екі. Колонкада айтылды. Жаман төбелеске жақын екен мына кісі бар ма ше? Кім? Өз подаркасын алып жатыр. Иә. Қазір мына кісі айтады ғой. Қандай? Ручник, жақсы, ручник. Все, финал. Бізде есіміңіз кім? Балжан бізде енді қосады? Келіні? Келіні. Сіз достарының келіншегі. Есіміңіз? Айдана. Келіңіз. Қандай? Айтып өргені бады. Все. Машинаның запчасты емес. Машинаның маркасын айтамыз. Маркасын. Все, кеттік. Toyota. Volvo. Camry. Toyota'ның ішінде Camry болды. Бір, Hyundai. Audi. 99. 99 дейді. Лимузин. Jeep. Lamborghini. Бля, приемсыз ондай машиналар ма? Мерс айтылды ма? Lexus. Өзі айтады қойшы. Жигули. Сіз сіздердің ой жақта жүрегіз, Трактор. Молодец. Қандай? Атарба? Сіз соның тақырлығын айтсаңызшы. Атарба деген. КамАЗ. Қойсаңызшы енді бір рет өтіп кетті. Екіншісі болмайды. Басқа. Bir qarasa, Buxara çekik bo'lganda Buxara araba deb turibmiz. Qanday? Subaru ma bilasiz aytdi. Renault deydi. Nima aytdi? Chevrolet. Chaqirmaysizlarmi men jugurib? Tanki? Qayerga ketdingiz? Bir. Motosikl deydi. Все, bo'ldi. Sizniki belgili bo'lib qoldi endi. Kelmay kechimizdan sizga Eldor Mirzaning nomidan Eldor kompaniya Aydana Corporation осындай керемет дүниенің ішіне кез келген фрукта саласыз өзі піседі деп жатыр. Круто, поверните на право. Ал енді ана біздің келінге бір күшті осындай бір дүние берейік. Елдер мен Айдана барған кезде сондай бір күшті нәрсе дайындап беріп тұратын шығар деп ойлаймын. Келіннің жағдайын жасап қойдым. Барысыңыз, бұл күшті дүние дайындап береді. Енді қадірлемшілер, және көпсібір керемет кешіңізді тек кезегімен түйістіріп, әрмен қарай жалғастырсақ деген ниетте болып тұрмын. Өйткені мінекей осындағы сыныптас, кластас, өмірлік мінекей сонау қайғылындай темсіп өскен мінекей өмірдегі жалпы дос деген оның ең бір бастауы болады деген ойдамын. Осындағы сыныптастар, кластастар арнайы мінекей сахна төріне келсеңіздер, қуанышымызға тілек ақтарып берсеңіздер.
көрмешік ауырын сапарда бермесін, мезгілдің жауынын, жалғанда 5 күннің сүрші сен тәуірінде бірге бір-біріне тілек ақтаратын достар, кластастар қатары кімге сусақ болады? Досым, 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 досым. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, жора жолдастар, өмір бауырым, бүгін мынау жасың мерекелік құтты болсын, денің сау болсын, мынау жайып отырған дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Осындай кең дастарханнан Аллах құтылық айырмасын, аспанымыз ашық, тереземізден шаңырағымыз биік, керегеміз кең болсын. Құдай қаласа мына 40-тың қырқасына келіп, Құдай қаласа 40 жасты өткізіп жатқан жайым бар. Құдай қаласа жаңа бас ұстағандай бір-біріне бір көзді бөліп берген себебім бір-біріне деген көзқарастарыңыз түзу болсын деп берген ырымыммен бір-бірлеріңіз таппай қалсаңыздар тістеп жүріп тауып алсын деп бір мұрынды кесіп бөліп берген сол үшін мынау шаңырақта езулеріңізден күлкі, жүздеріңізден біздің. Үйлеріңе саулық, отбасыларыңызға амандық болсын. Әр осындай шаңыраққа осындай жақсылық тілеймін. Осы жерде бас қосып отырған жандарға. Не деймін басқа? Деніңіз сау, Құдай қаласа, үбірлі шүбірлі болып, мынау бау артынан ары қарай жалғаса берсін. Құдай қаласа, жаңа Дәулет Пірәншік айтып кетті ғой. Құдай қаласа, дұғасы, тілегі қабыл болсын. Алла қаласа. Бізде тілеулеспіз ғой әйтеуір. Намаз оқымасақ та. Тілегіміз қабыл болсын. Іш шекті. Жылдық айдана бүгінгі 40 жасымыз бар қой. Бағаласам, ұлдарының есімге бер жетіп, артынан таңда ұлдар еле берсін. Үлкен тойда кездері ұлдың тойында барлықтарына зор тілеймін осы жерде отырған класстарыма, осы жерде отырған барлықтарыңызға өстіп сізімізді ажырамай, өстіп сыйласып жүре берейік. Ассалаумағалейкум, той сүйер қауым. Мынау елдің мен саған арзаным, осындай күннің ыстығында осындай ағайын туыс жора жолдас жинау екінің қолынан келе бермейді. Мен арзан, мынау той құтты болсын, денің сау болсын, досым. Біз әрқашанда Алматыдан келген жора жолдастарың келген қадамдарына гүл болсын. Біз біргеміз, бұлар бұл жігіттер ақтар аңызға айналған еді. Әрқайсының бір орны, бір бөлек. Ауылдан келіп жатқан жора жолдастарға да рахмет. Той құтты болсын, досым. Елдің айдана, бұл жастар болсын, елдің сау болсын, отбасылар аман болсын. Келген қонақтар, қадамдарына гүл бітсін. Елдеріңіз сау, отбасылар аман болсын, достықтарың айырылып, ажырамасын. Нұреке, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз той боласын. Елдеріңіз сау болсын. Өз болсын өзіңде. Үлкен дастарханмен кездеседі. Ризамыз аман болсын. Өмір айдана, 40 жасық болсын, айдана екен бақытты олар, арқан бақытқа ере берсін. Келесі жолы өз шаңырағында той тойлайық. Үй сауады, оны тойда той тойлайық. Бәрі тойдасы күн, тек күн көрлерінде. Ассалаумағалейкум, бүгінгі қонаққа қонақтар. Өмір болсын, бүгінгі той мерекесі құтты болсын. Денің сау болсын, аман болсын. Тек қана айдана екеуі бір жақ мартайып
жаңағы егене жүйе ретінде болсын тек қана қазақстан тойда толы. Ассалаумағалейкум. Елор бүгін жасап жатқан 40 жас мерейтойы құтты болсын. Құдай қаласа мына жерде бағанадан бері жақсы тілектер айтып отыр. Сол тілектердің бәрі орындала берсін. Саған арман осындай үлкен кең дастарханда бас қосып жүре берейік. Сіздеріңіз ажырамасын. Рахмет жігіттерге алыстан аттар келіп отқан. Сол осылай әрқашан сіздер тек қана қазақта бір сөз бар, қолымыз тез болса да сәлеміміз сүйе болсын. Әрдайым сәлеміміз сүйе бола берсін. Сол бақыт болыңдар, Құдай қаласа. Рахмет. Жақсы адамдар. Құрметті қонақтар, елдің қонақтар адамдарға көргітсін. Ал енді айдана бүгінгі жасап жатқан тойларын керемет жақсы өтіп жатыр. Ақсақалға көп рахмет. Керемет дауысты, керемет талант иесі екен. Соңында өздерінің көңілдеріне сай қандай күндер ол да сендердің креативтерің былайша айтқанда. Ал енді 40-та қамаласыңыз, 50-ге жеткен жасыңыз. 60 дейді, 60-та ағза болып, 70-те өмір, 70-ден 70-ге келіп бір жерде, 80-де селдіде, 90-да тоңқалан аспай, 100-ге жетіп шығып. Ең күшті тілек иесі деген номинация өзіңізге келді. Ассалаумағалейкум. Қонақтар, достар, досым, 40 жасың құтты болсын. Өмірде барлық жақсы тілеймін. Ең сау болсын. Айдан екеуің бала-шағаның қызығын көрдіңдер. Тек тойларын бұдан да үлкен биіктерге жете берсін. Құдай қаласа. Дендерің сау болсын, ауырмаңдар. Дейміз саған. 40 жасың құтты болсын. Алмат деген жігіттер қалай жақсы бар? Сіздер бастап, біз Алмат деген балдармен танысып, ары жүріп, қастарында болдың жігіттердің. Күтіп рахмет Алмат деген жігіттерге, достарына. Ал енді досым, сен үлкен той жасап жатсың. Құдай қаласа, денің сау болсын. Құдай қаласында отбасыларыңда бала-шаға көп болсын. Тек қана жақсы тілейміз. Сіздер жатқан кәсіптеріне Алла берекесін берсін әрқашанда. Ендеріңіз сау болсын жігіттер. Аман есен осындай тойлар жолға беріп. Той бар еді, біраз әлі 2-3 той бар еді. 2-3 айдан кейін жасап жүретіңіз ғой, бізді жайлап асықпай. Дұрыс, рахмет, денің сау болсын. Айдан екеуің бақытты болыңдар. Армандарыңа жете беріңдер. Қаласында баламыздың әлімен ере берсін. Бала-шағалар көп болсын, тойымыз құтты болсын. 40 жас берекелі болсын. Жігіттер тойды болса, қыздарды. Ал құрметті Елнұр, 8 қырлы, 1 сырлы, жігіттің сесі деп атауға болады. Құрметті досым, 40 жасың құтты болсын, 40 жасың 40 жақсылығы мерсін. Алла тағала екеуіңді қолдасын, қорғасын, жүректерінен ешқашан иман кетпесін. Алла беріп отқан ұлдарының арнылдың бір арныл 10 арнылға сатын ұлдарың бола берсін. Үйлерің әрқашанда шаңырақтарың биік болсын, үйлерің берекелі болсын, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Бұдан да кең тойда кездесе берейік, той жасай бер. Алла тағала тек тойды нәсіп ете берсін. Денсаулықтарың мықты болсын, бай болыңдар, бар болыңдар, денсаулыққа бай болыңдар. Әрқашанда осындай достарының, туыстарының алдында сыйлысы болып жүре бер. Сені құрметтейміз, сыйлаймыз. Өзің қандай болсаң да, Алла тағала көңіліңе, несібеңе үйіп-төгіп берекені бере берсін. Енді біздің келіншектердің атынан Айданаға біздің келіншектердің атынан бірден сырғамыз бар. Қабылдарыңыздар. Бриллиант. 18 сағаты бриллианты бар. Сырға
бриллиантты қыздардың атынан деп айтқан кісіге менен бір подарка. Сәл кейінгі қонақ кетті. Саламатсыздар ма? Тойға келген қауым. Барлықтарыңыз көргеніме өте қуаныштымын. Мына біздің сыныптастар отыр, достар отыр. Елнұр мен Айдананы сыйлап келгендеріңізге өте рахмет. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа, молдыққа бола берсін. Бір арнұрымыз ол үлкен биіктен көріне берсін. Бір ғана арнұр емес, Алла берсін біздің Айдана әлі 8-детік, 7-детік менің артымнан точно қуып жетеді. Жансыңыздары мықты ғой. Не айтам, Аллам таудай талап, бармақтай бақ, сарқылмас иман, зор денсаулық, ұзақ өмір берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бақытты болыңдар. Тек қана бақытты болыңдар. Қосамыз ба? Күшті. Соңғы ғалымдардың зерттеуі бойынша қазақтың тойында тұрып 5 минут сөйлеген кісі 80 жас жасайды екен. 3 минут сөйлеген кісі 90 жас жасайды дейді. 1 минут сөйлеген кісі 100 жасайды дейді. Қосылам дегендер вообще өлмейді екен. Мынандай бізде бір номинация бар, кредиті жоқ қонақ деген. Бар ма ондай кісі? Черный списке кіріп кетіп, кредит бермейді деген болмайды ондай. Солай тұр ғой. Прям тап-таза. Вообще жоқ, кредит, вообще алмағас. Точно ма? Қазір тексереміз. Арнайы кредит жоқ қонаққа. Енді бір суретке түсіп алсақ болады. Сыныптастарға қойыңыздар. Баршаңыз отырған келмейді, биге шақырамыз.